Сәлем достар, сіздермен бүгін өте дәмді әрі қолжетімді заттардан тұратын қайнатпалы кремнің, яғни заварной кремнің рецептісін бөлісемін. Жұмыртқамызға қант қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Одан соң 2 ас қасық жүгері крахмалын және 2 ас қасық ұн саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бір келкі болған соң сүт қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Араластырамыз да отқа қоямыз. Отта жақсылап венчикпен араластырыңыздар. Осындай қоюлығы дәл видеодағындай болу керек. Және қоюланған кезде ванильный сахар қосамыз. Және сары май қосамыз да сары май толықтай еріп жоқ болып кеткенше араластырамыз. Дайын болған заварной кремімізді бөлек ыдысқа қойып, суытамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі қолжетімді. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.